Сәлем достар, сіздермен Ерім. Бүгін сіздермен үй жағдайында түскі асқа ерекше тағамдардың бірімен бөліскелі отырмын. Бұл үшін бізге небәрі 2 жұмыртқа менен күрішіміз ғана қажет болады. Осы күріш пен 2 жұмыртқа етсіз тағам дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Табамызды қыздырып аламыз. Қызған табаға азырақ сұйық май құйып алатын боламыз. Содан соң күрішімізді салып алатын боламыз. Мен күрішімді жуылғандықтан кішкене сулау болып тұр. Ештеңе етпейді. Күрішті міндетті түрде жуып барып саласыздар. Ең алдымен күрішімізді қуырып алатын боламыз майға. Осылайша отқа қуырып аламыз. Қуырылған күріштен өте дәмді болады. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бес минут көлемінде қуырып аламыз. 5 минут көлемінде қуырылғаннан кейін стакан менен бір жарым стакан су құйып алатын боламыз. Және де азырақ тұз салып жіберетін боламыз. Араластырып жіберетін боламыз. Қайнатып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Жанына қосымша өз қалауларыңызша үйде не бар, сонымен пісірсеңіздер болады. Мен азырақ табаға май құйып, пиязымызды салып, кішкене қуырып алатын боламыз пиязымызды. Жанына кішкене үйде колбасаларыңыз болса, осылай колбаса немесе тауық етінде қосса болады. Майға кішкене қуырып жібереміз бұны да. Өз қалауларыңызша кез келген заттан күріштің жанына жасай берсеңіздер болады. Мен де бұны өз ойымнан ойлап тауып жасап жатырмын. Каналыма кіріп, түрлі рецепттерді көріп, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады. Мен толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Бұл жаққа өтіп көрсеңіздер болады.
Содан соң бізде осылай қыстың күні жабылған капуста салатым бар. Кішкене капуста салатты қосып жүріп, кез келген банкадағы салатты қоса берсеңіздер болады. Осылай араластырып алатын боламыз. Бізде күштің жанына салатымыз дайын болды. Көп қуырудың қажеті жоқ. Кішкене ғана ыстап алсақ, салатымызды сол жетеді. Күшіміз пісті. Енді оның үстіне жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқаның ағы менен сарысын бөлектетіп алатын боламыз. Ең алдыменен сарысын салып, қуырып алатын боламыз. Жай отқа қойып, түсі әдемі сарғыш болады. Көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Отбасыларыңызға байланысты. Өте жеңіл. Көп рецептке ұсынса болады. Бұл тағамды диетадағы жүрген ханымдар да жесе, диеталық тағам болып есептеледі. Енді ағын салып, қуырып алатын боламыз. Екеуін бірге салып қуыруға болмайды. Сондықтан ең алдымен сарысын, одан кейін ағын салып, осылай баяу отқа қуырып аламыз. Неге ұжыдан тамағымыз дайын болып қалды. Өте әдемі шықты. Түсі де әдемі шықты. Тағамыз дайын болды. Дәмін татып көреміз. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл да бір ерекше тағамдардың бір түрі болады. Соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.